Арма көңілі дархан, пейілі кен қадірлі әлеумет, арайлап атқан ақ таң үміттеріңізді ақтасын. Әр таңды Қазақстан ұлттық арнасымен бірге қарсы алып, әр күнді көңілді өткізіңіздер. Ал біз бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір біздің қонақжай студиямызға журналист, сазгер Ерлан Төлеубай келіп отыр. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз, Ереке. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, армысыздар. Ереке, жуырда ғана өзіңіз мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұловаға хат жолдадыңыз. Бір емес, екі мәрте хат жаздыңыз. Онда Мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» атты өлеңін жастардың басты ұраны етіп алайық деген ұсыныс жасадыңыз. Осы ұсынысыңызға қандай жауап келді министрлік тарапынан? Биыл елбасымыз жастар жылы деп жариялағанда мен ұлы даланың ұланы қазақтың азаматы ретінде қазаққа не берем жас ретінде деп ойландым. Осы ойдың жетегінде өткен жылы Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығында «Мен жастарға сенемін» деген ән жазылып осы студияда тұсау кесілген. Соған байланысты жақында мәдениет министріне хат жаздым. Ол хатым былай айтқанда Ақтотыға жазған хатым айдалада қалған жоқ. Кеңесшісі Ерлан ағамыз арқадан Алатауға арнаулы келіп, мән-жайды оқысып, ары қарай жұмыстар жөнінде ақылдастық. Бұйырса таяуда күндерде бір жаңалықтар болады. Бұл қандай жаңалықтар болмақ енді? Жаңалықтар болғанда мынау қазіргі өтетін концерттерде, мысалы үш аршыстың концерті дейміз болатын. Сол концерттерде үлкен-үлкен сахналарда «Мен жастарға сенемді» орындап, жастардың рухын оятсақ, рухын оятуға себепші болсақ, кешегі алаштан қалған аманатқа кішкене болса да үлес қосқан боламыз деп есептеймін. Ереке, енді қоғам белсендісі ретінде сіздің ойыңызды білгіміз келеді. Бүгінгі қазақтың жастары, жас өрендері қандай болу керек деп ойлайсыз өзіңіз? Енді қазір қарасаңыз, экранда болсын, жастарымыз батыс пен шығыс пен уланып жатыр ғой. Біз енді өзіміздің кім екенімізді ұмытпауымыз керек, ұлы даланың ұланы екенімізді ұмытпауымыз керек. Дәстүрімізді, дінімізді сақтаған, кешегі аталардың аманатын ақтаған бір толымды қазақтың азаматы болуға ұмтылуымыз керек. Ол үшін біз жаңағы дәстүр мен діннен айырылып қалмауымыз керек. Жақсы. Енді шығармашылығыңыздағы елеулі бір жаңалыққа көшсек, күні кеше ғана сиясы кеппеген жаңа әніңіз жарық көрді, «Ақ жеңешем» деп аталады екен. Әні де, өлеңі де өзіңіздікі. Осы туындыңыз жайында бір-екі ауыз айтып өтсеңіз. «Ақ жеңешем» туралы айта кететін болсақ, биылғы жылдың еншісінде осы жаз демалыста, каникулда «Жайлау масы» деген ән жазылды. Оның сөзі белгілі журналист Сансызбай Өкенұлы деген ағамның сөзіне жазылып, сол бір аста шырқалды, асы жайлауында. Аста шырқалып, сол асы жайлауына қонақ болып барған кезде бұл өлең туды. Және Сансызбай ағамыз кигіз үйде кіріп барады, «Ақ жеңе, қайным қалайсың?» деп кәдімгі қазақи немен қарсы алып жатыр жеңгеміз. «Ақ жеңешем қалайсың?» деген кезде менің алдымнан кешегі анау қазақтың көне фильмдер ғой, «Менің атым Қожа» сияқты мысалы. Солар көз алдымнан экраннан өткендей болды. Бірден кәдімгі енді құлақтың адамымыз ғой енді, сазгер болған соң. Соны дастарханға отырып қымыз құйылды. Бір тостаған қымыз ұрттадым, сосын төрдегі домбыраны беріңізші деп домбыраны сұрадым бауырымнан. Домбыраны алдым да, сол енді былайшасын айтқанда, сол дастарханда отырып осы «Ақ жеңешемізге ақ дастарханға бір ән арнайын, салселік дәстүрмен» деп, Ақан Біржанның інісіміз ғой деп, сол дастарханда шығарған ән болды бұл. Тамаша. Табан астында шығарылған ән. Енді осы әніңіздің тұсауын кесейік. Қазір ұлттық арнаның тікелей эфирінде. Құрметті көрермен қауым, қабыл алыңыздар. Дәулет Әбу Шәкірдің орындауында Ерлан Төлеубайдың әні «Ақ жеңешем». Ақ жеңешем, сән жеңешем, бақ жеңешем, мән жеңешем, саған жетпес бар жеңешем, аңқылдаған Баламыздың жатқа бәнін, анамыздың саққа барын, ағамыздың мақпал әні, ақ жеңешем өзіңізбен, қайын деген сөзіңізбен, мақтанамын, мақтанамын.
Ақ жеңішем, сән жеңішем, бақ жеңішем, мән жеңішем, саған жетпес бар жеңішем, айналайын мейіріңнен, аңқылдаған пейіліңнен. Бал жаласқан теңім менің, дәл жарасқан сенім менің, таңдар сырлы өре бөлек, адам саған ғашық жеңгем, айналайын асыл жеңгем, арман асқақ өзің менің. Ақ жеңішем, сән жеңішем, бақ жеңішем, мән жеңішем, саған жетпес бар жеңішем, айналайын мейіріңнен, аңқылдаған пейіліңнен. Таусылмайтын сезімдейсің, жарқылдайсың керімдейшін, сарқылмайтын төзімдейсің, сен аялап ағам жүрсің, ақ жеңешем аман жүрсің, аналардың көзіндейсің. Ақ жеңешем, сән жеңешем, бақ жеңешем, мән жеңешем, саған жетпес бар жеңешем, айналайын мейіріңнен, аңқылдаған пейіліңнен. Ақ жеңешем, сән жеңешем, бақ жеңешем, мән жеңешем, саған жетпес бар жеңешем, айналайын мейіріңнен, аңқылдаған пейіліңнен. Ай, бәрекелді, тамаша, құрметті көрермен қауым, сіздер Дәулет Әбушәкірдің орындауындағы Ерлан Төлеубайдың «Ақ жеңешем» деп аталатын әнін тыңдадыңыздар. Дәулет бауырымызды шақырайық студиямызға, яғни диванға келіңіз, шайғасыңыз, төрлетіңіз. Жаңа ән құтты болсын, дәке. Ассалаумағалейкум, рахмет. Уағалейкум ассалам. Енді осы әнді сізге Ерлан мырза өзі ұсынды, я? Жалпы бұрыннан бері шығармашылық байланыстасыздар ма? Бұрыннан дегенде мен әнші бауырым бар тағы да, Данияр деген жігіт бар. Осы Ерлан ағаның рухты әндерін орындайды. Ұлы дала баласы, мен жастарға сенемін. Сол жігіт арқылы таныстық негізінде. Соны осындай әнім бар еді деп ұсынғаннан кейін мен өзімге көңілім шықты. Себебі қазір енді плагиат әндер көп қой, расымен де. Ана иісі қазақтан алшақтау. Сондықтан да өз қазақи ән болғандықтан өзімнің көңілімнен шыққаннан кейін орындағым келіп осындай жұмыс жасадық осылай. Тамаша, көңілді, ырғақты, сондай керемет туынды екен. Жалпы сіз енді Дәулет өнер жолында көрермен қауымға енді танылып келе жатқан әншілердің бірісіз ғой. Өзіңіз жайында біздің көрермен қауымға мәлімет бере отырсаңыз, қай өңірдің қазағысыз, қай жақтан боласыз? Мен Жамбыл облысы Мойынқұм деген аудан бар. Сол жерде Хантау деген кішігірім ауылда дүниеге келгем. 2013 жылы Алматы қаласына келдім. Оқуға түсіп, Абай атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінде. Содан Өнер жолындасыз. өнер жолындамыз. Қанша авторлық әніңіз бар енді? Ән қоржыныңызда жеке өзіңіз ғана орындайтын жаңа туындылардан. Қазіргі таңда бір 10-12 әнім бар. Тамаша, біраз дүние жиналып қалған екен ғой. Ал енді біздің сұхбатқа берілген уақытта ақырындап өзінің мәресіне таяп келе жатыр екен. Ереке, сөз соңында өзіңізден біздің отандастарымызға, көрермендерге таңғы тілек болса, сұхбатты қорытындылап жіберсек. Бірінші қазақ елі, Қазақстан аман болсын. Осындай әрдайым жаңанымызды шақырып тұсауын кесіп отырған ұлттық арнадағы Қазақстан арасындағы ұжымға рахмет. Бәсіремді әрқашан жұпқып Аллам, аспанымды сақтасын бұлт тұманнан. Кемелді жол көрсетіп, қадамымды нық қыла Аллам. Ақтаңменен әнімді
жалғастырған жасасын ұлттық арнам. Бәрекелді, тамаша. Рахмет, өздеріңізге алғыс білдіреміз, шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған журналист, сазгер Ерлан Төлеубай және жас әнші Дәулет Әбу Шәкір. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, мәдениет әлеміндегі ақпараттардың бірімен бөлісе кетсек, Атырауда 19 ғасыр әдебиетінің ең көрнекті өкілі Мұрат Мөңкеұлы мен қазақтан шыққан тұңғыш бард ақын Табылды Досымовқа ескерткіш орнатылды. Бұл жайында толығырақ біздің келесі бейне материалда.